Ертеге аспаны биік, таулары асқақ, өзендері күміс шашқан бір ғажайып ел болыпты. Бұл елде 4 ерекше аспап өмір сүрді: қобыз, домбыра, сыбызғы, асатаяқ. Олар тек қана дос емес, бірге ойнаған кезде керемет сиқырлы әуен шығатын. Бірақ бір кезде қара бұлт бұл жайды емес, зұлым үнсіздіктің күші еді. Сықылас тоқтай аң-таң болды. Біз бірге ойнауымыз керек, деді қобыз сенімді түрде. Достар қараңғылықтың қайдан шыққанын білу үшін ұзақ сапарға аттанды. Тауларды асып, өзендерді кешіп, ақыры үнсіздік патшалығына жетті. Ең бірінші қобыз өзінің күшін тексерді. Қобыз өзінің қоңыр даусымен сызылдатып күй тарта бастады. Оның үні ауаға тарала берді. Бірақ зұлым үнсіздік: сенің үнің тым мұңлы, ол мені ешқашан жеңе алмайды, деп қобыздың даусын өшіріп тастады. Келесі кезек домбыраның күші. Шегін қағып, көңілді күй тарта бастады. Оның үні жарқын еді. Бірнеше ағаш тербеліп, құстар қанатын жайды. Алайда үнсіздік: сенің үнің тым жеңіл, деп оның даусын жойды. Асатаяқ келіп қатты сылдырлады. Оның күміс қоңыраулары жарқылдап, әуен толқындарын жіберді. Бірақ бұл да жеткіліксіз болды. Сенің даусың тым қатты, ол мені жоя алмайды, деді үнсіздік. Соңғы үміт сыбызғының үміті. Сыбызғы сылдырлап, нәзік әуенін жіберді. Оның үні самал желді естіп, сарайдың айналасына таралды. Зұлым үнсіздік тағы келіп, сенің үнің тым әлсіз, ол мені ешқашан жеңе алмайды, деп келді. Аспаптар бір-бірден қарады. Оны жеңе алмайтынын біліп, бірге ойнауды шешеді. Төртеуі де бір мезетте ойнай бастады. Қобыздың қоңыр үні, домбыраның күмірі, сыбызғының сазды үні және де асатаяқтың сыңғырлаған дыбысы бірігіп, ғажайып әуенге айналды. Бұл әуен аспанға көтеріліп, қара бұлтты ыдыратты. Жер сілкініп, үнсіздік патшалығының қабырғалары қақиып құлады. Айнала қайтадан жанданды. Құстар сайрап, өзендер сыңғырлап, жел қайтадан билей бастады.